Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум достар, әріптестер, қалайсыңдар? Бүгін 14 сәуір, сіздермен бірге Қайрат, барлықтарыңа кеш жарық. Достар, бауырлар, Рамазан айы келіп жетті. Оразамыз қабыл болсын, барлық ниет дұғаларымызды Алла Тағала қабыл етсін. Достар, көпшіліктің сұрауы бойынша биржа және криптоюнит, блокчейн жайынан азғантай ақпарат беретін боламын. Енді қараңыздар достар, мен алдыңғы видеода өзімнің мына доллар счетымды толтырып, через долларды USD-ға ауыстырдым. Алдыңғы видеомда бар, кімге қызық болып жатса, мына долларды толтырып, через $50 толтырып, Каспий голдымнан, то есть Каспий голдымнан доллар толтырып, долларды USD-ға ауыстырдым. Оны мен жерде былай ауыстырдым, енді міне жерде USD, біздің өзінің внутренний долларға. Көрдіңіз ғой, 1 к 1. Мен жерде ордер тұр, сол ордермен маған бір күннің ішінде келді. Мен жерде енді история транзакцияда бар. Так, мен 13 күні жібердім, 14 күні менің балансыма түсті уже. Енді мен қазір счетымда 52 USD бар, UNTV бар, криптоюнит бар, криптоюниттің 370 штук бар, соның 100 штугы мен 100 штук крудо ордерға қойып қойдым на продаж, 50 штук UNTV-ны қойып қойдым. Оны мен жерден барлығын міне көрсете аламын. Алдындағы неде көрсеткенбіз. Міне қаншада қашан қойған, барлығы қанша центпен, қанша доллармен тұрғаны бар. Енді достар, көп партнерлардың сұрауы бойынша қалай біз криптоюнит сатып аламыз дейді. Внутренний ақшамен сіздер счетыңызды USD-ға толтырсаңыздар, қалай сатып алу керегенін көрсетемін. Енді қараңыздар достар, мен жерде лимит деп тұр да. Так, мынау не болып кетті, подождите. Қазір міне круды қойдық. Кру бізде 0,8 цент болып тұр. 0,7, 0,8, 0,9 центпен мен жерде сатылып жатыр да. Енді қалай криптоюнит сатып алу керек дейді маған. Енді егер лимитке қойсаңыздар достар, лимитке сіз мен жерге жазасыздар. Айталық, мен жерде сіздің қанша бар, 25%, 50%, мысалы 100% қойсаңыздар, менде 270 штук бар, сол мен жерге келеді. Мына 100%-ды бассаңыздар, сіздің ішіңіздегі барлық келеді. Енді мысалы айталық, 10 штук мен сатып алайын деп тұрмын да, 10 штугын. Егер лимитке қойсаңыздар, мен жерге сіздер ценасын қоясыздар. 15 цент деп қоясыздар ма, 0,10 цент деп қоясыздар ма, или 0,9 цент деп қоясыздар ма, өздеріңіз білесіңдер. Ценаны өздеріңіз қоясыңдар. Егер лимит болып жатса, 10 штук криптоюнит. Бұл 10 штук, артындағы сандар ол 10 штук болып тұрады. Енді қараңыздар, егер рынокпен қоятын болсаңыздар, сіздерге мен жерге цена қойылмайды уже. Тек купить. Көрдіңіз ғой, егер сататын болсаңыздар, 10 штук сатылады. Егер сатып алатын болсаңыздар, купитті бассаңыздар, мен жердегі 10 штук криптоюниті мен жерге маған келу керек. Түсінікті ғой, достар? Мен жерге сіздер цена қоя алмайсыңдар. Себебі сіздер мына рыноктағы дәл осы 0,8 центтен сатып алайын деп тұрмын мен қазір. Осы мына 0,8 центті 1,550,000 штуктың ішінен мен өзім ордерім келген кездерде, по рыночный ценам, соған мен сатып аламын. Енді қарайық. Так, менде 370 штук бар. 370 криптоюнит бар. Мен 10 штугын сатып алайын. Так, 10 штугын сатып алайын. Сіздерге пробно көп партнерлардың сұрауы бойынша, негізінде мен алдында да айтқанмын. Достар, біз жерде қазір жақсы цена беріп тұр, сондықтан лучше сатып алған жақсы. Сатып алып өзіңіздің разморожен криптоюниттеріңізді көбейте беріңіздер. Ал енді мына 370 штугын биржаға қалай жіберу керек, оны алдыңғы видеода көрсеткенмін. Давайте енді сатып алайық, сосын көре жатармыз. Так, ордерға кеткен болу керек. Так, мен жерде екі заявка тұр.
менде 370 еді. Қазір көрдіңіздер ғой да достар, міне 380 болды. Моментально мен уже жерден енді неге история ашылмай тұр, манадан бері обновление тұр. История торговля, история транзакция. Бұл жерден ашып қарауларыңызға болады, барлық историяны осы жерден көрсетеді негізінде. Так, көрдіңіздер ғой да, мен 13 штук криптомет сатып алдым. Ал мынаны менде көрдіңіздер 52 штук еді, 51 штук болып қалды. Енді достар, мен мына 51 долларымды блокчейнге жіберуім керек. Ол үшін мына выводты басасыздар. Выводты басып, міне бұл жерде комиссия на перевод 1 доллар деп тұр. Ал минимум 50 USDU деп тұр да, 50 доллардан. Енді мен бұл жерге өзімнің кошелек адресімді жазам да бұл жерге. Және достар, мына копировать еткенде мынаны басып, мұқият копировать етіңіздер. Себебі бұл мысалға кабинеттен копировать етсеңіздер, қайталық қазір. 1 минут. Неге шығып кетіп тұр? Кабинеттен копировать еткенде астыңғы или үстіңгі бір әріптер алынбай қалынбасын. Сондықтан мұқият копировать еткенде бұл как блокчейн, бұл сіз жібергеннен кейін мұқият тексеріңіздер. Бұл бір рет жіберіңіздер, арғата уже безвозвратно ол кетіп қалады. Егер сізде бір әріп қалып қойған болса, или бір әріпті копировать етпей, или артында пробел кетіп қалған болса, ол басқа кабинет кетіп қалады. Сондықтан мына обязательно копирование басып, және арты U, алды V, соны біліп алыңыздар. Міне мұн жаққа выставлять етесіздер. Көрдіңіздер ғой да, достар? Жаңағы мына кошелекті мен осы жерге қойдым. Міне қараңыздар, тағы UB. UB. Так, енді бұл жерге 50 деп жазасыздар. Міне 50 штук деп. Енді міне комиссиясымен 51 доллар болып кетіп тұр, да? Көрдіңіздер ғой да? Мен қазір жіберем. Мендегі 51 долларды алып қалады. Так, пожалуйста, проверьте свою электропочту и подтвердите вывод дейді. Так, достар, енді мен электропочтаны ашып алам. Қазір сол электропочтаға код подтверждения соны мен өшіре қоям. Достар, мне, пожалуйста, подтвердите свой электронную почту и подтвердить вывод дейді. Мына өзіңіздің мына бизнес аккаунттағы тіркелгендегі электропочтаңыз болу керек. Сол электропочтаға подтверждение бар. Міне, көрдіңіздер ғой да? 50 долларға мына блокчейнге, кошелекке 50 долларды подтверждение жасаңыз деп тұр. Басасыздар. Так, блокчейнге жібереді. Міне, перейти к балансу дейді. Вывод средства прошел успешно деп тұр. Так, енді обновление жасау керек. Так, обновление жасадық. Бір белгілі уақыттардан кейін бұл біздің кабинетке кету керек. Кабинетке барғанда көрсетемін. Көрдіңіздер ғой достар, уже мына 2 обновление деген сразу 0,76 цент қалды. Енді мен өзімнің блокчейніме барам. Так, блокчейнде мен осы кошелекке жібердім. Да, осы кошелекке. Бұл жерде USDU қазір 0 болып тұр. Бұл жерде де обновление жасаймыз. Так, көреміз сосын. Міне көрдіңіздер да, достар, USDU түсті. Мен неге USDU-ді қазір өзіме толтырып қойып жатырмын. Қазір мен мына кабинетті обновление жасайын. Кеше жақында тағы бір разморозка түсіп жатты. Барлықтарыңыз обновление жасаңыздар. Міне бұл жерде қазір 0 болып тұр. Білмеймін, мына кісіге менің бір аккаунтым бұл. Бұл жерде мына 8 обновление, кеше мені бір жігіт айтты, я мынау 8 транзакция. Бұл жерде 8 покупка бар, сондықтан бізге 8 рет ертең мына конвертация Word құруға өткізгенде криптометімізді керек болады. Енді мына обновление баланс. Так,
Енді қараңыздар, мына жерде юнтв 8 болып тұр. Так, юнтв-ны мен обновление жасайын. Так, 3 күн болған, обновление болмаған. Мына жерде ешқандай 0 юнтв болып тұр. Негізі бұл кісіде 4050 штук не болып тұр. Стейкингте тұр. Міне 17 болды. Енді қараңыздар. 17-ні мына жерге шығарам юнтв-ға. Қазір 8 болып тұрды ғой да. Тағы да бір көрсетіп жіберейін достар. Кешеде көрсеткенмін. Сонда да артық болмас. Сәл-сәл болса да түсінбей қалған партнерлар болып жатса дегенім. Мына 17 кетті. Негізгі балансқа кетеді уже. Міне 25 болды. 25-дің 17-сі юнтв, 8 біздің компанияның берген. И $50 тұр. Енді достар, міне бізде мынандай конвертировать WordCrew деген шықты, қараңыздар. Міне бізде айталық, кеше 2 күн ашылды да қазір қайтаны жауып қойып тұр. Алдағы уақыттарда біз сайттарға жібереді, чтобы можно уже конвертировать crew на WordCrew. Енді мына жерге келіп, міне мынаны бассаңыздар, мына жерде 178 штук қазір таңда конвертация жасауға болады. Енді мына курсормен регулировка жасауға болады. Көрдіңіздер ғой да? Курсорда. Мына 2024 майда мына жерден мына жерге дейін ол стейкингтен неге размороженный береді. Сол сияқты мына ең соңғы мына итак размороженный крипто юниттеріміздің біздің крулымызды соны WordCrew-ға өткізуге болады. Сіздерде өздеріңіз міне көрдіңіз ғой, мына сан көбейе береді. Қазір міне 39 болып тұр ғой, бүйтіп көбейтсеңіз міне көбейе береді. Көрдіңіз ғой да достар? Міне 101 мың штук. Мына жерде барлық числосы жазылады. Міне ноябрь 2022-де осы жерден бастап уже былай айтқанда блоктан шығып размороженный береді сіздерге. Ал егер осының бәрін все равно WordCrew тұрады десеңіз, пожалуйста, мына курсорда бәрін қойып или мына жерден выбрать все деп қойсаңыз болады. Енді мына жерге келіп деп бүйтіп ашып қарап отырсаңыздар, қара міне достар. Мына жерге қарасаңыз, міне апрельдің 21-інде уже мына 2060 штукты компания ертең мына кісіге береді. Осы аккаунтқа. Размороженный виде береді да. Қазір күлу замороженный тұр. Сондықтан енді өздеріңіз білесіздер, әркім өзіне қалап қайсын өткізі келеді. Мынаны бассаңыздар, барлық 338 мың WordCrew-ға ауысады. Енді мына жерде графиктен ашып, міне көрдіңіз ғой да, мына кісінің 45650 штуғы, міне уже 17% размороженный жасалған. Міне осы неше конвертация, мен айттым 8 конвертация. Енді 8 конвертацияға мына жерде 45 мың, 103 мың ең көбі, 84, 24, 350 штук, мына жерде 3500. Бұл кісіге енді $3, $5 шамасында шығады. Мен оны қазір бір графиктен көрсетейін мен сіздерге достар. Так, бір графиктен көрсетейін. Так. Ой. Так. Міне қараңыздар достар. Мен жерде көрдіңіз ғой да, $1 юниттен 100 юнитке дейін $1. 1000 юниттен 10 мыңға дейін $2. Дұрыс көрінбей тұр достар енді. 10 мыңнан уже 10 мыңнан 100 мыңға дейін $3. 100 мыңнан уже миллионға дейін $5. Әрбір жаңағы мына конвертацияға достар, мына чатта жүр. Осы мына снимка бар, вебинарларда көрсетеді. Осы қараңыздар, осы мысалға анада неше пакет бар, сол пакетке бойынша $2, $3 осы барлық WordCrew-ға өткізу үшін осыны пайдаланасыздар. Енді, қайтаңыз біздің. Міне көрдіңіз ғой да? Мысалы, мына 45 мыңға уже $3 алады деген сияқты. Сол сияқты осыған әрқайсысына сіздер өздеріңіз алдын ала біліп, сіздер мына WordCrew-ларыңызға, юнтв-ларыңызды дайындап қойыңыздар. Ертең күнде бәрібір бұл размороженный крипто юнит болғандықтан, замороженный крипто юнит, міне, замороженный 238. Соның 37-сі уже юнтв-да тұр мынада, ал бұл жерде 238.960 штук бәрі замороженный.
соны word круға өткізіп, word круды міне мына жерде деген бар, word кру за юнтв. Мына жерде юнтвға өткізіп қоясыңдар мына жерге. Дәл бұрынғыдай стейкингке қойған сияқты дәл өйстіп юнтваларыңызды все равно замороженный, соны юнтв. Себебі бізге алда уақыттарда юнтв керек. Себебі юнтв мына жердегі барлық біздің блокчейннің барлық жұмыс жасауына өте жақсы керек токен болып тұр, технический токен. Так, достар, енді екінші айтайын дегенім, достар, мен қазір бір P2B обмен жасаймын. Қалай криптоюнитті басқа бір блокчейнге ауыстыру. Менің бір партнерларым өзара ауысты, соны қазір мен жерден көрсететін боламын. Так. Енді мен жерде дайындап қойғаным. Мына кісінің қазір таңда 5000 штугын мен басқа бір кісіге жіберемін. Ол үшін отправить басасыздар. Отправить мен жерде анық біліп алыңыздар, достар. Круды жібересіздер ма, word круды ма, алда уақытта юнтвны жібересіңдер ма, USDU жібересіңдер ма, өз жерден жібере аласыздар. Енді мен жерге количествосын басасыздар. Мына кісіде уже көрдіңіздер да, достар. Көрсетейін мен. Мына кісіде общий 88 000 бар. Соның 8720 штугы доступны, замороженный. Сол замороженныйды бұл жібере алады. Отправить кру, және круды біліп алыңдар. Ол 5555 штугын жібереді. Енді кімге жібереміз? Так, мына кісіге жібереді. Так, подождите. Так, подождите, мен айтайын қазір кімге жіберетінмін. Да, мына кісіге жібереді. Бұл кісінің маған тек кошелек нөмірін берді, мен өзінен сұрадым, қанша штугыңыз бар дедім. 2650 штугым бар деді, түсінікті. Ол кісінің мен даже мына сид фразасын білмеймін, сондықтан мынаны копировать етіп, қандай блокчейн, қандайда егер блокчейнді іздегіңіз келетін болса, мынау арқылы іздеп тауып алсаңыздар болады. Түсінікті ғой да, достар да? Мен өзімде алдын ала маған WhatsApp-тан келген бұл блокчейн кошелек, мен оның кошелектің сид фразасын білмеймін, бірақ осыған мен қазір таңда міне жіберейін деп жатырмын. Так, отправить кру 555. Так, тағы бір тексеріп жіберейін, алдын артын. Себебі мұқият жіберіңіздер, сіздер біреулерге жіберіп қойсаңыздар, достар, бұл безвозвратно. Бұл блокчейн, сондықтан блокчейнде бізді қателесіп кетіппіз, қайтан жіберейін деген ешқандай восстановление болмайды. Сондықтан мұқият тексеріңіздер, содан кейін бар жіберіп, міне жібересіздер. Так, міне енді бәрі болды, мен жіберемін. Міне сізден сұрап тұр, 555 штук жібересіз, 5555 штугын мына кошелекке. Кошелекті мұқият тағы бір тексеріп алып, өзі жібересіздер. Транзакция успешно завершена. Так, бұл кабинеттен кетті. Енді өзімнің кабинетімді қазір обновление жасаймыз. Міне көрдіңіздер ғой да, 3165 штук болып қалды. Енді ана кошелекті тағы бір тексеріп жібереміз, обновление жасап. Так. Бұл емес. Так, осы кошелекті да. Көрдіңіздер ғой да, мынаған келді уже. Жаңа 2000 штук 555, міне. Мына жерде қараңыздар, қазір мен неге қояйын? Осы жаға. Бұда жаңа 2500 штук бар еді, соған 555 міне доступно, уже размороженный виде түсті. Өзінде замороженный 2650 штук. 5500 түсіп, общий 8250 штук болды. Так, достар, енді басқа айтпағым осы.
биржа осы. Міне қазір қарайық, тағы да менде биржада. Міне менде өзімде уже 0,76 цент қалды. Бұрын 370 10 штук криптовалют сатып алдым. Енді достар, мен кеше пополнение жасағанмын через ушер арқылы. Кімде әрине внутренний болып жатса, спонсорларыңыз хабарласыңыздар. USDU внутренний болмай жатса, через әрине сәл кішкене доллардың пайызы қымбат болып тұр. Мен кеше $50 мен Каспий Голдынан толтырып, USDU-ға барып, USD арқылы міне не сатып алдым, криптовалют сатып алдым. Қазір таңда қол жетімді барлықтарына кеңес беремін әрине. Криптовалютын қазір таңдағы биржадағы өте арзан тұрғанда сатып алуларыңызға. Достар, тағы айтайын дегенім, енді көп партнерлардан бізде сұрақтар бар ғой. Әртүрлі сұрақтар бар. Сұрақтар бойынша мына бізде Skype конференция бар. Мына Русский Support Академия дейтін. Қазір көрсетемін сіздерге. Сол жерге барлық сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Так, міне мен барлық осы информацияны бәрін Российский Support Академия дейтін бар. Сол жерден осы жерде мен барлық сұрақтарымды осы жерден қойып отырамын. Және осы жерге соғып, барлық өзімнің мына ақпаратты осы жерден аламын, былай айтқанда. Әрине барлықтарыңыз егер Skype болса, Skype-пен соғып или жазып, барлық осы жерден ақпарат ала аласыздар. Достар, айтайын дегенім осы. Кімде қандай сұрақ бар, маған қалдырыңыздар. Менің телефоным болады. Ұнап жатса лайк басыңыздар, достар. Отзыв қалдырыңыздар. Барлықтарыңыз зейін қойып тыңдағандар үшін көп-көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.